Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жүрекше бәліш пісіретін боламын. Оған әуелі жұмыртқамыз, қантымыз, сұйық майымыз, қантымыз мен қызыл бояу қостым жүрекшеге. Осылай 3 жұмыртқамызды жарып ыдысымызға салып аламыз. 200 граммдай қант қостым. Мен қантты 2-ге бөліп қостым. Міне жартысын қостым қантты. Енді осыны миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Енді осыған қалған қантымды қостым. Қайтадан миксерлеп алам кішкене. Оған дейін ұнымызға разрыхителімізді қосып, екеуін араластырып аламыз. Қантымызды астығымызға разрыхителіміз қосып, араластырып аламыз, електен өткізіп. Мен қантты 2-ге бөліп, астығымды 2-ге бөліп салып жатырмын. Қасықтың көмегімен осылай былғаймыз, астынан жоғары қарата. Енді осыған сұйық майымызды қосамыз. Әбден араластырамыз осыларды. Біркелкі масса болғанша. Енді мен кішкене жартысын кәсеге құйып алдым. Қазір бетіне жүрекше салуға керек. Осыған енді 3-4 тамшы қызыл бояу қосамыз. Осымызды әбден араластырамыз бояуының түсі келгенше. Осындай болып шығады қызыл бояумен қамырымыз. Әбден араластырамыз. Енді осыны майлау тұрған ыдысымызға құямыз қамырымызды. Оған дейін пешімізді қыздырып қоямыз. 80 градуста қызып тұрған пешке 30 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай піскенін тіс шұқитын таяқшамен қарап аламыз. Осылай қызыл бояуымызды үстінен қасықтап құйып шығамыз. Мен осылай қасықтап құйып шықтым әр жеріне. Не құйып болдым. Енді осыны тіс шұқитын таяқшамен осылай ортасынан барлығын араластырып шығамыз. Жүрекше формаға келтіріп. Не осындай болып шықты. Енді осыны қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Не пісіп шыққан тортым, жүрекше бәлішім. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен өсуді боспаңыздар.